Неге? Өйткені олар күйеуін қызғанады. Ол сол метсіз бе, қалайсыз, тоқал алса бола ма, некесін қидырса мешітке барып, бәйбішесіне айтпай, тоқал алса бола ма, дейді Жұлдыз. Ондай адам тоқал аламайды. Алғаны тоқалда болып есептелінбейді. Ол тоқаламайды одан. Ол одан бәле алады. Тоқалдан тоқалу керек, ол тоқаламайды одан. Ол тоқсы тоғыр бөледі. Сол тоқал, соны тоғыр бөлтіреді. Соның дүниесіне таласады, соның соттасады, соның Руслан Өтепбай деген адам бар, соның көреміз деген передачасына бірақ шығасың. Сондықтан ең дұрысы, ол жақсы нәрсе емес. Ең дұрысы айналайын қой. Өзі барымен, Құдай қосқан барың жаныңмен бақытты болғаның жақсы. Ұстаз, сізге келе жатырмын дейді. Жолың болсын. Ақ жол, абайлап жолдан өт. Қызыл өтпе. Ер балаларға неше жастан ораза ұстауға кеңес бересіз? 10 жасқа дейінгі 10 жастағы бала бір күн, жарты күн, 2 күн ұстап көрсін. Содан кейін ары қарай тренировкаға көреді. Егер кішкентай бала, 10 жастағы бала ұстады, ұстай алмады, ашып жіберді. Тиіспеңіздер, зорламаңыздар, ұрыспаңыздар. Сөйтіп үйренеді бала. Әбетте тамақта ішпей қалып, жұмыста болып қалып жатсыз. Тура сол сияқты бала тренировкадан өтіп барып ұстайды. Ассалаумағалейкум. Шариғатта әйел тұрмыс құрғасын, төркінге хаптесіне 16-15, бір рет бару деген жер бар ма дейді. Қарақалпақстаннан жазып атқан ұқсайды. Хаптесіне дегеннен біліп отырмын. Әйел адам күйеуінің рұқсатынсыз ешқайда барамайды. Бұл заң. Енді ол шариғи заң. Сіз шариғатта саптыңыз, мен сізге шариғатын айтып отырмын. Шариғаттың заңыменен әйел адам өзінің ата-анасын хаптесіне емес, жылына 1-2 рет ата-анасының үйіне кіргізе алады, күйеуінің үйіне. Күйеудің рұқсаты болмаса да. Ол өйткені оның анасы. Шариғат әйелді төмен көрмейді, қайта көтереді. Бауырларын, қарындасын жылына 1-ақ рет. Бұл ерегіскен жағдайда. Бірақ ерегіспен семья тұрмайды алтынан. Мен шариғатпен жүрем деп, күйеуіңе ерегіссең, ол шариғатыңа жете алмай қаласың. Сондықтан шариғатты ортаға қойып, күйеумен, әйелдер күйеумен, күйеулер әйелмен салғыласпаңыздар. Шариғатты ондай жеке өмірге пайдаланбаңыздар. Шариғат ол сенің ортаңдағы разборканы шешетін дүние емес. Шариғатпен жүру керек едің. Бірақ басқа кезде шариғат керек жоқ қой сізге. Басқа уақытта не? Өмір бойы шариғатпен жүрсең, күйеуің шариғатпен жүрсе, сонда айтсаң болады. Міне мен шариғатпен доказым. Шариғаттан дым жоқ. Махырды жаттап алдық бәріміз. Шариғаттан түк жоқ. Әйелдің ақысын аяққа таптап, барлығы уағыз айтқыш болып кетті қазір. Сол үшін айтпақ болғаным, айналайын, күйеумен ерегісіп, үйге Нұрлан имам айтты немесе бәленбай ұстаз айтты деп күйеумен ерегісіп төркінге кетіп шариғатты ұстап алып, немесе ана ұстаздың сөзін ұстап алып күйеуді зорлап үйге кіргізсең шариғатпенен абырой таппайсың бәрібір. Шариғатыңды менен сені боқтаса жақсы бола ма сонда? Сондықтан бұл ана ерегісудің қажеті жоқ. Сіз сұрағаннан кейін ғана айттым мен. Әйтпесе сіз басқа жерде шариғат ұстаңыздар, күйеумен ерегісіп, әбір шариғатпен бұл жерде жүрмейді. Күйеуімнен көбірек ақша табамын деп мотивация дұрыс па, аға таба алмассың деп нервқа тиеді дейді. Әйел адам күйеуінен асып қанша ақша тапса да, Құдайым берекені еркектің қолына берген жан. Бұл көп қыздарға ауыррақ тиеді. Бұны қатаң қазақ айтқан. Алтын басты әйелден бақа басты еркек артық деген сөз бұл тегін дүние емес. Сіз қазір жассыз, мен айтқан сөзім сізге ауыр болады, қабылдай алмайсыз. Бірақ бұл өмірлік тәжірибеден өткен дүние. Бұны сіз атана балаңыздың өсіп азамат болып үйленген кезде қадірін сол кезде білесіз. Бұл мен айтқан сөзім, сол дәуірге айтылған сөз. Енді еркек адам сөйлей береді. Бұны дөйді деп қояды. Немесе сондай қырғызда бір сөз бар, гангырбаш деген.
сөйлей береді еркектер ше. Сен таба алмайсың десе, ерегісіп тауып алып, мен саған көрсетемін деп сол көшеге шығып кетіп қама жаным. Әйелдің бақыты ол оның анау Ерке Есмахан деген әншінің бір өлеңі бар. Қарындастың. Әйелдің анау бақыты, әйел бақыты отбасы жанұя екен деген. Көп әйелдер ойлап жүр, менің бақытым анау бизнесмен болу, бизнес-вумен болу, мына жаққа Гуччи, мына жаққа Луи Виттон, мына жаққа Майкл Корс тағып алу деп, шашымды дайсымен бүйтіп суретке түсу деп. Соны істеп жатқан қыздың, ана интернетте түспей жүрген атын айтпай ақ қояйын, көп олар. Соның біреуінің өмірінде бір күйеуге жарымай жатыр. Мүмкін келіп кететіндер бар шығар, бірақ өмірлік жарға аңсайды олар, түсінесіз ба? Біреумен жатып емес, біреумен оянуды аңсайды. Біреуден перзент көруді аңсайды. Бір әулеттің бүйтіп иіліп сәлем салатын әдемі сызылған келіні болуды аңсайды солар. Бірақ олар айта алмайды. Сен менен сұра, сырын мен білем олардың, мен айтып берем саған. Сондықтан жаным, сенің дүние тапқаның ол абырой емес. Әйелдің күйеуінің қызметінде болу, соның мынау қолтығының астында болу, соның отбасының төрінде болу, бұл саған ең үлкен мотивация. Бұдан артық мотивация керек жоқ әйелге. Әйелдің мотивациясы ерінің қасында ояну, сол әулеттің кірін жуу, сол әулеттің сүйкімді келіні болу, күлгенге күлімсіреу, қызметін жасау. Бұл кухняда өл деген сөз емес тағы да. Бұл өмір бойы сенің ұлы махаббатың жаным. Құдай соған жеткізсін сені. Аналарымыздың аңсаған арманы. Көп аналар өзін алдап жүр. Қызын шетелге барып, Лондонды бағындырып, Американы бағындырып жүргенде көп аналар мәз болып жүр. Бірақ оның түбі егер жар таппаса, өмірлік теңін таппаса, сол тапқан дүниесін бәрі өзіне де, туысқандарға да өкініш болып қалу ықтимал. Сол үшін жаным, не жетеді, не жетпейді, доқа мен өзім білемін. Түсінікті ма? Мені бүйте саламыз. Ардақтылар. Сол үшін сол Құдай қосқан жарыңыздың тауып келген қарананы бөліп бүйтіп кесіп берсең, бақыт осы. Бақыт сенің булочка алып келгеніңде емес. Иә, ол да жақсы. Бірақ сіз оны бақыт деп түсінбеңіз. Бүгін сізде, ертең әйелде, ертең еркекте, ертең сондай дүние деп түсіңіз. Ауысымды. Бірақ мен доказать ету үшін өмір сүрмеңіздер. Мен сіздің дүние тапқаныңызға айтып жатқан жоқпын. Мен сіздің ерегіскеніңізге айтып отырмын. Сонда біздің өміріміз ерегістен туа ма не? Көрсетемін мен саған қазір. Мен саған көрсетемін, бүкіл Қазақстанды бағындырмаған десең, бәрібір. Бұл сізге абырой емес. Әйел адам, иә, ол артық, Құдай сізді дара қылып жаратқан. Дүние сізде де болуы мүмкін. Бірақ сіз біреуге дәлелдеу үшін өмір сүрмеңіздер. Тура сол сияқты еркек. Еркекте біреу үшін өмір сүріп, қазір біз қонақ күтсек те бір нәрсені дәлелдегіміз келеді. Міне мен состоялся, міне мен аяққа тұрдым, бәрің тұра алмай қалды деп едіңдер мені. Мен тұрдым, я доказал. Мен бір жігітті білем, бизнесі бар, үлкен бизнесі бар, енді бір мебель жағында. Мені тупой деп айтқансыңдар, сол кластастардан айта береді екен соны. О, кластастардың ешкім баған жоқ, өлетіні өлді, өлмегені жоқ, бір теңге керек жоқ. Сөйтсе бәрін жинап алып, тамақ беріп айтты. Міне, мен адам болмайды деп едіңдер, мен мебельден магазинім бар, менің 4 сейтім бар, менің еще дөнерім бар деп айтады дейді. Сонда не үшін? Сонда бір дәлелдеу үшін өмір сүрген да. Олар ұмыттаған, не айтқан білмейді, школдағы әңгіме, ол кластағы, 3 класста ма, 3 класста. Бұл не сөз? Сонда адам біреу үшін өмір сүргені. Енді намаз оқса да, міне, мен көрсетемін сендерге намаз оқыған деген бола ма сол? Жоқ, ол болмайды. Бәрін дұрыс айтасыз. Мен бәрін дұрыс айта алмаймын. Бәрін дұрыс Алла айтады. Пайғамбар салсам айтады. Менде де қателік көп. Керек жерін алыңыздар, керек жермегенде кет жер деп өшіріп тастаңыздар. Бірақ білгенімді білемін. Өзі адамдар үш түрлі болады екен. Білгенім біледі. Бұл, ғалым даналар, ғұламалар өзі. Одан кейін білмейді екен. Білмегенін біледі. Ол біз. Менмін. Мен білмеймін, білмегенімді білем. Енді біреулер бар екен. Білмейді екен. Үші білмеген тағы білмейді екен да өзі. Сол сияқты дүние. Алейкум ассалам. Жүз жасаңыз дейді. Бәріміз жасайық. Рахмет. 5 уақыт намаз оқимын. Бірақ ораза кезінде таң намазы мен ақшам намазын оқуға бола ма? Оқи берші. Оқы. Бейттің фундаментін жаңартуға болмайды. Жоқ. Фундамент жаңартпайды.
фундамент ол құрылыс болып есептеледі. Енді шеті құлап қалса, бір кірпіші мүжіліп қалса, оны алып орнына қойып шаптап қоюға болады. Бірақ жаңағы құрылысты, нысанды ол бүйтіп уже қырмайды, бәрін қырады, бәрін бұзады, қайтадан көтереді. Сондықтан құрылыс жаңартылмайды. Салауатты көп жазған жақсы ма дейді. Жоқ, Салауатты Сәуле ханым көп айтқан жақсы. Өзі ғұламалардың жақсы бір сөзі бар. Сен дейді, дұға жасай берме дейді. Сен салауатты көп айта бер дейді. Салауатты айтқан сайын, дұғаң не керек екен Аллаға беріп қой дейді. Я Алла, мен мысалы күйеуге шыққым келеді. Я мысалы образын айтайын. Саған мысалы ақша керек немесе, мен біреуге бала керек. Сен бұл керегіңді дейді, не керек екенін жүрегіңде. Алла лучше знает сені. Өйткені жаратушың ғой. Сондықтан Алла жаратқаны Алла жақсырақ біледі. И ненің хайырлы екенін біледі. Сондықтан, дұғамды я Алла саған табыстадым деп, сен салауат айта бергенің маңыздырақ дейді. Чем жаза бергенше да, сіз жазмаңыз, айтыңыз. И оны санамаңыздар. Кейбіреулер бар, санайды. Мынандай тәспih қойып, субханалла, Аллахумма салли аля сайидина Мұхаммад деп санама. Бұл санап, Құдайға пятилетка, 10 жылдық, 5 жылдық план өткізу емес. Аллаға план қажет емес дүние. Сондықтан айтпақ болғаным, санамаңыздар. Аллаға дүниені санамай өткізген жақсы болады. Ораза айында қайын атама Құран оқытайын дегенмін, бірақ оразаға келіп тұр. Қалай істесем болады? Кешке ауызға шарап жасай беріңіз. Сізге көруге келдік. Жақсы, қазір қабылдаймыз. Сапар намаз туралы айтып бересіз. Сапар намаз барған жеріңізден 90 километрден жоғары қарай 15 күннен кем уақытқа баратын болсаңыз, үйіңізден шыққаннан бастап сол жерге жеткеннен кейін, жеткен кезде сол жақта намазды 4 парыздарды 2 оқисыз, сүннеттерді оқисыз, қалдырмайсыз. Егер жергілікті жердің имамына ұйысаңыз, сол имам полный оқиды, сіз де полный оқисыз. Ораза кезде анализ тапсыруға бола ма? Болады. Жаңа босандым, бөпемді төркініме бергім келеді. Өй беле. Саған біріншіден зат бекен. Екінші төркіншілік зекесін. Қой сен. Төркінің төсегін жиналмай қалады. Қой жаным. Құдай қосқан сол жарыңа бер. Сол жарыңа кесі. Төркін туған жоқ қой. Күйеуің туғызды жаным. Күйеуіңе бер. Сол дұрыс болады. Пойызға мінгенде ауыз бекітуге бола ма? Болады, жақсы болады. Ата-анасы мен ренжіп қалдым, 1,5 ай болды, сөйлеспейді. Сен ортаны реттеп қой. Рамазан 11-нен басталады. Стоматология емделсем бола ма? Болады. Қатты ренжіп қалды жолдасым, кешірім сұра, Мадина. Виноват болсаң да разборка жасама, кешірім сұра. Просто кешірім сұра. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям ауырлау бір хадис айтады. Бір күні келсе, қызы жылап отыр екен. Фатима анамыз, не үшін жылап отырсың деп еді, күйеуім қатты ренжіп қалды деді. Сол кезде пайғамбарымыз айтты, егер сенің күйеуің саған риза болмаса, ол виноват емес мәселе. Саған риза болмаса, сенің жаназаңды оқымаймын деді. Яғни, бұл қаншалық дәрежеде еркектің ақысы жоғары екен көрсетеді. Түкке тұрмайтын нәрсеге еркекті ренжітпеңіздер. Еркектің абыройын түсірмеңіздер. Кейбір еркектер болады, жауыз, зұлым, қатыгез, оның жөні бөлек жаным. Бірақ күнделікті